Неге біз айдың тек қана бір жағын көре аламыз? Себебі екінші жағы ұялып тұр. Жоқ, олай емес. Біздің ай өз осінен 27 күнде бір рет айналады. Ал жерді 27,3 күнде бір айналым жасайды. Бұл дегеніміз, ай өз осінен айналуы жерді айналуының жылдамдығына шамамен сәйкес келеді. Сондықтан айдың бір жағы әрдайым жерге қарай бағытталған. Және біз тек сол жақты ғана көреміз. Алайда, егер ай өз осінен айналмаса, біз оның екінші жағын көре алар едік. Сондай-ақ, ай өз осінен 13,5 күнде бір рет айналса, яғни жерді 2 рет айналса, біз оның басқа жағында көре алар едік. Бірақ бұл олай емес. Қызықты факт. Айдың эллиптикалық орбитасы арқасында біз шамамен 59%-ын көре аламыз.